Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі өте дәмді кабачкиден жасалатын оладьи дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кабачкиіміздің сыртын жуып, оның сыртын ашып, теркадан өткізіп аламыз. Екі дана кабачкиден дайындайтын боламыз. Кабачкидің суы шығу үшін үстіне тұз сеуіп, оны жақсылап араластырып, 10 минуттай қойып қоятын боламыз. Ал енді оған дейін көкшөбіміз бен сарымсағымызды дайындап қоятын боламыз. Көкшөп өзіңіздің дәм талғауыңызға байланысты, ал сарымсақ қанша кабачки болса, сонша сарымсақ қосатын боламыз. Сарымсағымызды уақыттап турап алдық. Енді біз жұмыртқамызды салатын боламыз. Қанша кабачки болса, сонша сарымсақ, сонша жұмыртқа салатын боламыз. Содан соң өзіңіздің дәм талғауыңызға байланысты тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кабачкиімізді барымызша қолымызбен сығып, суын төгіп тастайтын боламыз. Ода өте көп мөлшерде су шығады. Содан соң жұмыртқамыз бен ұнымызды салып араластырып аламыз. Содан соң қызып тұрған майымызда біздің оладьиімізді салып, екі жағын аудатып, пісіріп алатын боламыз. Осымен оладьи дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.